Кайзенге байланысты қандай кітаптар оқуға кеңес бересіз? Ой, сен қандай білесің кітаптардың аттарын? Жоқ, мен оқырмандарым сұрайды да көбінесе. Кайдзен туралы қазір кітаптар көп, интернетте кітаптар көп. Бірақ негізі кайдзен бойынша, менің ойымша оқитын кітаптар Япониямен, Жапониямен байланысты болу керек. Өйткені кайдзеннің шыққан жері Жапония елі, және мамандар сол жердегі Жапония мамандары ең білікті, білімді мамандар осы кайдзен саласында. Өйткені американдық кітаптарды алатын болсаңдар, американдық мамандар олар кайдзеннен тек қана құралдарын суырып алады да философия жағын тастап кетеді. Өйткені американецтер өздері бөлек адамдар, олар индивидуалистер, жапондар олар коллективистер. Олардың философиясыз кайдзенді енгізетін болсаңыздар, ол алысқа бармайды. Сондықтан міндетті түрде кайдзеннің артында, кайдзен технологияның артында тұрған философияны міндетті түрде білуіміз керек. Өйткені кейде мысалы мен кез келген жаңа ғылымды үйрене бастағанда мен оның ар жағында тұрған философияны білгім келеді. Өйткені кейде сен құралдарды білесің да философияны білмесең бір күдікке келіп қалғанда, не білмейтін жерге келіп қалғанда ары қарай не істейтінін білмей қаласың. Ал егер ар жағында тұрған философияны біліп отырсаң, онда кейбір құралдарды білмей жатсаң да логикамен бұл жерде не болу керек екенін білесің да ары қарай өзің дамыта бересің. Сондықтан кайдзен философиясын білу, менің ойымша, ол ең бірінші керек зат, екінші ол кайдзен құралдарын білу. Ал енді кітаптарға келетін болсақ, сондықтан Жапонияның авторларын оқыған дұрыс. Ол жерде кайдзеннің кітаптары көп қой. Бірақ мен өзім Дао Тойотадан бастаған. Джеффри Лайфхакер. Аузыма келмеді Лайфхакер. Джеффри Лайфхакер сосын ойладым, ол қайдан Лайфхакер болады? Аты Джеффри Лайфхакер деген біздікі емес па? Джеффри Лайкердің кітабы, ол американдық болғанымен, американдық автор болғанымен, ол кайдзен мен Тойотаға ең көп уақытын өмірін бөліп жұмсаған адам. 35 жылдай зерттеді ғой дейміз осы саланы. Сондықтан Джеффри Лайкерден Дао Тойота, сосын ары қарай практикум Дао Тойота деген бар, сосын ар жағында кайдзен бар.